Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі болып шығатын дәмі ерекше пирог дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Мультиваркада дайындаймыз. Бізге керекті заттардың барлығын мен описанияға қалдырып жазамын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, үстіне қантымызды және балымызды салып, жақсылап бір араластырамыз. Толығымен араласу керек. 3-4 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Содан соң бөлме температурасындағы майымызды салып, тағы бір араластырамыз. 1 минут араластырамыз. Енді айранымызды құйып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Енді ұнымызды және қопсытқышымызды електен өткізіп, барлығын бірден саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксерді пайдаланбаймыз, қасықтың көмегімен толықтай араластырып аламыз. Бізде осындай кішкене қою болып, пирогтың тесті дайын болады. Мінекей біздің пирогымыздың тестісі дайын болды. Енді осының үстіне біз грек жаңғағын саламыз. Тағы бір жақсылап араластырамыз. Енді біз мультиварканың тапасын осылай майлап аламыз. Үстіне салып, бір тегістеп шығамыз. Қақпағын жауып, енді мультиваркамызды қосамыз. Төменде вопочка дегенді таңдаймыз. Уақыты 1 сағат, старт дейміз және температурасын 130 градусқа қоямыз. Қайтадан старт дейміз. Мінекей біз қосып қойдық. 1 сағат өтті, үстіне осындай парын қойып, ашып суытамыз. Пирогымыз дайын болды. Енді өте дәмі ерекше болып шығады, нәзік болып шығады. Дәмі басқаша шығады. Бал қосқасын иісі де әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Фариза.